Осыдан бір апта бұрын Қостанайдан Алматыға інім марафонға қатысуға келді. Мен мантыға осылай қамыр илеп қойдым. Содан кейін массировкам істемей қалғандықтан еттердің барлығын қолмен турап шықтым. Одан кейін картоп жуасында осылай турап алдым. Сөйтіп барлығын жақсылап мыжып тұздап, бұрыштап, бәрін салып араластырдым. Манты істейтін болғандықтан еттер жібісін деп осылай салафаннан шығарып қойдым. Начинкаларын салып осылай буып түйіп қойдым. Жалғыз өзім бәріне үлгермейтін болғандықтан осындай көмекші келіп маған көмектесіп тұрды. Бұл жігіт болмаса менің жұмысым әзір бітпеуші еді. Дайын болған пельмендерді осылай доскаларға салып алдым да морозильникке салып қатырайын дедім. Холодильниктің морозильнигі жақсы екен, негізі тез қатырады. Ал мынандай үлкен ет салатын морозильник дұрыс қатырмайды екен. Сол аралықта етім де пісіп қайнап жатыр екен. Одан кейін інім сағат 4-терде келетін болғандықтан осылай тез картошка қуырып жібердім да үстіне осындай піскен еттен салып жібердім. Морозильникте тоңып қалған мантыларымды алдым да тез пакеттерге салып оларды тағы да тоңдыруға жібердім. Қияр қызанақ, сәбіз капустамен осындай салат жасадым. Тез осылай дастарханның үстін дайындап жібердім. Барлығымыз шай тамағымызды ішіп алдық. Менің балам нағашы ағасын күтіп осылай ұйықтап қалды. 10 минут өткен соң інім келді ғой. Содан соң балам оянған соң інімді есіктен шығарып жібердім да сен қайтадан кел дедім. Сөйтіп оларды осылай видеоға түсіріп алдым. Негізі менің ұлымда трактор, экскаватор, машинаның түрі, пожарный машина, самолет, вертолет бәрі бар да. Сонымен анау полицейскийдің машинасын дырт деп осы көшеден көрген сайын қызығып жүрген. Сонымен ініме айтқан полицейский машина алып бер деп. Сөйтіп осындай темір машина кеп берді. Енді осы темір машиналардың коллекциясын жинап жатырмыз. Полицейский машинаны көріп, ұлым деген мәз ғой, әрі-бері жүгіріп, секіріп, қуанып, күліп жүр әйтеуір. Балам ағасымен біраз ойнады, ағасын деген жақсы көріп қалды, сыйлық бергесін ба, білмеймін әйтеуір. Негізі інім екеуі кездеспегеніне біраз болды, жаздан бері көріспеді ғой бұлар деген. Бірақ видеозвонокпен сөйлесіп тұратын тұғынбыз. Інім айтады, шоколад алайын ба дейді. Жоқ, шоколад ешкім жемейді, үйде осындай вафли алшы деп алдырттым. Содан соң банан әкелді, және де осындай жаңағы машинасы и балама ақша берді. Осы жолы бешбармақтың қамырын өзім үйден жайдым. Мынау етіміздің туралмаған түрі, ал мынау туралған түрі. Тамақ ішіп болған соң кешкі сағат 8-дерде інім қайтып бара жатыр еді. Марафонға қатысатын барлық коллективімен бірге хостелден орын алған екен, сол жаққа қонуға кеттім. Мына жерде ұлым пока деп жатыр. Негізі ініме біздің үйге қона сал деп едім, жүгіруге азанда барлығымен бірге тұрып кетем деген соң қонған жоқ. Ал енді келесі видеода марафонның қалай өткені туралы айтатын боламын. Парақшама тіркелуді ұмытпаңыз.